Сәлем достар, менің парақшама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге Айман. Сіздерге бүгін ұсынатын рецептім мини корндоги. Балалар өте қатты жақсы көреді. Өзі тәп-тәтті жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен бізге 2 жұмыртқа керек. 2 жұмыртқаны жарып жақсылап араластырамыз. Үстіне тұз қосамыз, шамалы, және бұрыш. Жақсылап араластырамыз. Одан соң үстіне сүт қосамыз. 1 кепті масса келгенше араластырамыз. Енді ұнымызды ситадан өткізіп қосамыз. Бір қалыпты масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Жасалу жолды өте оңай. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Енді начинкасын істеп аламыз. Қаймақтарды сәл қою болу керек. Видеода көрсетіліп тұр. Қатты сұйықта болу керек, орташа массада болу керек. Жақсылап араластырамыз. Бір қапқа келгенше, бір массаға келгенше. Ал дайын болды. Енді міне көріңіздер, қаймақ тәрізді. Қатты сұйық емес, қатты қою да емес. Менде сосискалар халалский және панировочный сухари дайындап қойдым. Сосискаларымызды осылай думақ болып тураймыз. Негізі тұтас қып та істесеңіздер болады. Менің балалар үшін осы кішкентай yapсайдым, шағын дәмді болсын деп. Осы сосискамызды турап, қамырымызға айналдырамыз. Одан соң панировочный сухариге батырамыз. Осылай асықпай, зубочистканың көмегімен осылай орнатқызып, енді қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Қызарып піседі. Хрустящий болады дәмі. Менің корндойларым дайын болды. Дәмі күшті, мен балаларым ұнады. Дәмі бар, хрустящий жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен бірге болғанын менің парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет. Ас болсын.